Әрбір байқаған адам білсе керек, күлкі өзі бір мастық екенін. Әрбір мас кісіден ғафил көп өтетіндігінде, әрбір мастың сөйлеген сөзінде бас ауыртатындығын. Бұлай болғанда күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не бір ұят келерлік істен құр ғафил көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафилдік көп өткізіп өлмеген кісінің о дүниеде, не ақыретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ақырет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кеніш болса керек. Енді олай болғанда үнемі уайым қайғымен жүре алмаймыз. Үнемі күлмей жүруге жан шыдай ма екен? Жоқ. Мен үнемі уайым қайғымен бол демеймін. Уайым қайғысыздығыңа, уайым қайғы қылдағы сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орынды қарекет табу керек. Қам қылу керек. Әрбір орынды қарекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Орынсыз күлкімен азайтпа, орынды қарекетпен азайт. Шығар есігін табалмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ, ол өзі де бір антұрғандық. Және әрбір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме. Ыза болғаныңнан күл, ызалы күлкі өзі де қайғы. Ондай күлкіге үнемі өзіңде салынбассың. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рахаттанып күлсең, оның жақсылықты жақсылығынан тапқандығынан ғибарат көріп күл. Әрбір ғибарат алмақтың өзі де мастыққа жібермей, уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінен де мақтанғаным жоқ. Оның ішінде бір күлкі бар ау. Құдай жаратқан орныменен іштен, көкіректен, жүректен келмейді, қолдан жасап, сыртыменен бет аузын түзеп, бай-бай күлкінің әнін сәндеп, әдемішілік үшін күлетін бояма күлкі. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұл дүниенің рахатын қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдап, біріне-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа жарамсыз қылықпен қор өтіп өткізетті, таусылған күнде бір күндік өмірді бар малын сатып алуға таба алмайды. Құлдық саумақ, көз сүзіп тіленіп, адам саумақ өнерсіз иттің ісі. Әуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау. Еңбек қылсаң, қара жерде береді. Құр тастамайды.